Заман дамып жатқанмен мынаны аңғар. Мейірімнен жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкенін сауаптың алады екен, бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам ұнықпайды, өзіне ешбір кінә жуытпайды. Сен ұмытып кеткенмен ешқашанда өкпелеген адамың ұмытпайды. Көңіліне қойсақта жара салып, менен оның төмен қой бағасы анық деген оймен кешірім сұрамаймыз. Тұрамба деп алдында аласарым. Айналдық па тас жүрек сорлыға біз, мейірімсіз боп кеттік сол кінәміз. Кешірші деп келсе де бір бейшара, аяғыма жығыл деп қорғыламыз. Ар-ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын есінемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Көктен биік болғандай көкірегім, өтінемін, көп сөйлеп көкіп едім. Біліп білмей егерде ренжітсем, мен сіздерден кешірім өтінем.